Жастарымыздың өзге діннің жетегінде кетуіне ғаламтордың ықпалы зор. Теріс пиғылды миссионерлер интернетке олардың санасын улап, ойын болғайтын әртүрлі бағыттағы бейнероликтер мен үндеулерді ашық таратады. Салдарынан оң-сол танып үлгермеген болашақ елдер тұрмақ. Табан жолын таңдай алатын ересектеріміз де түрлі секталардың арбауына түсіп жатыр. Сондықтан діннің атын жамылып, кереғар ағымдардың уағыз айтып, кітаптары мен үнпарақшаларын ашық таратуына тосқауыл қою керек. Жастарымызды осындай ағымдардан бойларын аулақ ұстауға шақыруымыз қажет. Шымкентте өткен дін және әйел атты форумда осы және өзге де тәрбиелік мәні бар келелі мәселелер ортаға салынды. Дін қоғамдағы қатынасты бұзушы емес, реттеуші институт екенін жастарға ұғындыруымыз керек дейді жиынға қатысушылар. Форумда жастарға дәстүрлі құндылықтардың негізінде тәрбие беру, отбасы және неке институтын сақтау, конфессиялық келісім, әйел мәртебесі мен құқығын сақтау және оны нығайту жолдары жан-жақты түсіндірілді. Аналарымыз бен қыз-келіншектеріміздің бойында ұлттық құндылықтарымыз бен ислам ережелері өзара үйлесім табу керек дейді форумға қатысушылар. Көл көсір ақпараттан асыл мен жасығын ажыратып ала алмағандықтан көп жағдайда ғаламтор арқылы басқа діндердің жетегіне түсу қауіптері белең алып отыр. Ең алдымен дін туралы дұрыс түсінікті қалыптастыру, соның ішінде өз бастауларымызға оралу, өзіміздің дін және дәстүр сабақтастығының негізі болған қазақы мұсылмандығымызды халыққа дұрыс түсіндіру болып табылады. Қыз баланың бойында барлық ізгі қасиеттер болуы тиіс. Сонымен қатар ең басты қасиет ол дін болып келеді. Әйел адам өз дінін құрметтеуі тиіс. Сол барысында ол өзінен кейінгі ұрпаққа, өз бала шағасына жақсы үлгі, тәрбие өнеге береді.